Тақырыбы еріннің жарылуы. Неліктен еріндер жарылады? Бет аузымызды қисайтқаннан. Біздің еріндеріміз өте сезімтал. Себебі теріміздің ең үстіңгі қабаты мүйізді қабат деп аталады. Еріндерімізде денеміздің басқа бөліктеріне қарағанда әлде қайда жұқа. Ол жұқа болғандықтан еріндеріміздегі қан тамырлары айқынырақ болып көрінеді. Бұл біздің еріндерімізді қызғылт немесе қызыл етеді. Сонымен қатар, еріндерімізде ылғалдандыруға қажетті май және тер бездері жоқ. Сондықтан еріндерімізде өте аз ылғал болады. Әдетте, суық айларда ауа құрғақ болған кезде еріндерімізден ылғал буланып, олардың құрғап, жарықтардың пайда болуына әкеледі. Еріндерді ылғалдандыру үшін біз оларды жалап, сілекеймен ылғалдандыруға болады. Жоқ, сілекей еріндерімізден одан да көп ылғал мен жылуды алады. Және буланып, еріндерімізді одан сайын құрғатып, мәселені ұшықтырады.